Бүгін біз сіздермен функционалдық сауаттылық дегеннің не екенін өтеміз. Яғни функционалды сауаттылық алған білімді өмірлік міндеттерді шешу үшін қолдана алу қабілеті болады екен. Мұндағы басшылыққа алынатын негізгі құзыреттіліктерге тоқталатын болсақ, ең бірінші бұл басқарушылық, яғни проблеманы шеше білу қабілеті. Ақпараттық, өз бетінше ақпарат көздері арқылы үнемі кез келген адам өзінің білімін жетілдіріп отыру керек екен. Коммуникативтікке бұл біз тілді меңгеруіміз жатады. Кез келген адам өзінің мемлекеттік тілін толық меңгеру керек. Қазақ тілін толық меңгеріп, оның орфографиялық, орфоэпиялық тұрғыдан дұрыс қолдана білу керек екен. Сонымен қоса басқа да тілдерді меңгеріп үйренуіміз керек. Әл-Фараби атамыз 70-тен астам тілді білген екен. Келесі бұл коммуникативтікке осы жатады. Әлеуметтік, яғни кез келген адам қоғамда өз өмір сүрген ортада іс-әрекет жасай алу қабілетін дамыту керек екен. Тұлғалық, өзін жеке тұлға ретінде қалыптастыруға қажетті білім, білік дағдыларын қалыптастырып, болашақта өзін өмірде дұрыс көрсете білу керек екен. Азаматтық, бұл қазақ халқының салт дәстүрін, мәдениетін, тарихын, ділін, тілін толық меңгеріп, Қазақстанның өсіп өркендеуіне өз үлесін қосу керек екен. Технологиялық, әр азамат өзінің мамандығына байланысты ақпараттық технологияларды меңгеріп, оны білім беру технологиясында басқа да салада сауатты қолдана білу екен.